Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Ақтөбе мен Алтай арасындағы матч. Соны бүгін бірге көретін боламыз. Ал кеттік. Капитан Ордыс бастаған Ақтөбе командасы мінекей алаңға беттеп келеді. Өкінішке орай Луиш Нани тағы да баста программада жоқ. Досмағанбетов. Сонымен достар, есеп 1-0. Гол авторы Желкевич. Пасторица. Керемет финт. Өстепті. Өте қауіпті момент. Пасторица. Жарықов, Пасторица, Тимуран Ералов. Ақтөбе көбінесе оң жақ қаптаумен шабуыл жасап жатыр. Дегенмен де гол сол жақ қаптаумен салынғанын ұмытпау керекпіз. Алтай командасы айыптауын теппекші. Бұл әрқашанда қауіпті. Сонымен соққы. Ордес өз орында. Заруцкий. Гол бұл. Өкінішке орай Алтай командасы есепте теңестірді. Өкінішке орай Ақтөбе командасы бұрыштамадан допты жіберіп алды. Жаңағыда айтқанымдай, стандарт Ақтөбенің ең басты қауіпі. Шучиначев қазан сәтте ауысынып жатыр. Және де төрешіге шағымын айтып жатыр. Дегенмен де төреші пенальти бермеуді жөн көрді. Ал мына жерде айыпдауы белгіленді. Ықтимал қауіпті момент. Ордес ақыл кеңесін айтты. Осымен қауіпті момент өкінішке орай аяқталды. Ақтөбе гол жібергеннен кейін Ақтөбе тарапынан қауіпті шабуыл өте аз болып жатыр. Сонымен достар, бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Өкінішке орай Алтай командасы жиі жарақат алып қалып жатыр. Бұған себеп не екен? Сонымен бұрыштама Пасторица. Топ бағынаға тиді. Ақтөбе қауіпті шабуыл жасады. Бұрыштамадан келген доп бағанаға тиді. Есеп әзірше 1-1. Сонымен тағы да бір бұрыштама. Дегенмен де төреші асықпауда, өйткені ықтимал пенальти болуы әбден мүмкін. Өкінішке орай пенальти жоқ, дегенмен де Пасторица бұрыштамадан допты бермекші. Сонымен доп өкінішке орай қиыс кетті. Сонымен тағы да бір бағанаға топ тиді.
Ақтөбе командасы 4 рет боштамадан доп берді. Дегенмен де 2 рет бағанаға тиіп, өкінішке орай гол болған жоқ. Дегенмен де голдың иісі сезілуде. Алтай командасының ойыншысы жарақат алды. Ақтөбе жанкүйерлері бұған емес. Сонымен достар, екінші таймда өкінішке орай Алтай командасының қақпасына қауіпті шабуыл өте аз болып жатыр. Сондықтан да әуше есеп 1-1. Сонымен достар, матч бітті. 1-1, дегенмен де бізді алда овертайм күтіп тұр. Заруцкий өз орында. Тағы да Заруцкий жарады. Өз орында. Алтайдың қауіпті шабуылы. Заруцкий өз орында. Керемет. Сонымен достар, бірінші қосымша уақыт аяқталды. Есеп 1-0. Турнус. Пенальти болу қажет бұл. Келесі бар қарауға міндетті. Себебі мына жерде меніңше пенальти болды. Өкінішке орай Алтай командасы уақытты өкінішке орай созып жатыр. Бұл әдемі футболға келіңкіремейді, дегенмен де тактикалық тұрғыдан пайдасын тигізіп жатыр. Ереже кім бұзды? Кім бұзды екен? Әрине Ақтөбе бұзды. Себебі бұл төреші, менің ойымша, көбінесе спорный моментте Алтай жақта болады. Сонымен достар, мұндай сүренсіз оймен біз өкінішке орай пенальти көретін сияқтымыз. Сонымен достар, екінші қосымша уақытта аяқталды. Бізді пенальти күтуде. Сонымен достар, бірінші соққыны Ақтөбе жасайтын болады. Өкінішке орай Пабло Альварес гол сала алмады. Дегенмен де Александр Заруцкий келесі допты ұстауы қажет. Өкінішке орай гол. Өкінішке орай. Ал, Ордес гол салса. Гол! Ордес, жарайсың. Ендігі келесі кезек Заруцкийде. Заруцкий 2 ретте тапқанмен де ұспай алмады. Келесі кезек Шучиначевте. Шучиначев өкінішке орай тағы да гол сала алмады. Керемет! Заруцкий жарады. Ендігі Ақтөбе ойыншыларына 2 рет гол соғу керек. Өкінішке орай гол. Ендігі келесі кезекте Ақтөбеге гол соғып, Заруцкийге пенальтini қайтару керек.
сенім Заруцкийде. Егер Заруцкий қайтарса, тең гол жіберсе, өкінішке орай Ақтөбе ұшады. Төреші Асқарда гол. Өкінішке орай Ақтөбе өз жорағын жартылай финалда аяқтайды. Ал бұл Алтай командасының қуанышы. Жеңісті күндер бізге де келер. Орай Ақтөбе командасы Алтай командасынан пенальтиде жеңіліп қалды. Бар мәселені ойында шешу керек еді. Сонымен достар, өкінішке орай Ақтөбе жеңілді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Алға Ақтөбе!